Армысың барша қауым, бүгін міне Алматы қаласында Абай желтоқсан қиылысында сағат 15:00-де Хан қызы жаңа дүкен ашылу салтанаты басталуда. Бұл кештің қонағы Тамара Асар, және бұл кеште тағы да қандай қызықтар болады. Бірге тамашалайық, менімен бірге болыңыздар. Сізбен бірге мен Алмагүл Досқали, Музон арнасынан. Хан қызы брендінің негізін қалаушы Жанар Хан қызы оңтүстік Астанада тағы да бір дүкен есігін айқара ашты. Бұл жолы ашылған дүкен ерекше себебі Хан қызы енді қыз жасауы, көрпе төсек, ыдыс аяқтан бөлек қазақстандық бренд киімдерді сататын болады. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі күн суық болғанымен біздің ішімізде махаббат, ішімізде жылулық, ішімізде нұр бар деген ниетпенен барлықтарыңызға келгендеріңізге мың алғыс. Бүгін жұмыс күніне қарамастан алтындай уақыттарыңызды бөліп, алтындай қыздарыңыз Жанар Хан қызының қуанышына ортақтасып келгендеріңізге біз сіздердің алдарыңызда басымызды иіп разылығымызды білдіреміз. Менің бүгінгі гүл шоқтарым Жанар Хан қызына арналған. Жаңа Хан қызын ашылу салтанатын тізгіндеу әйгілі тележүргізуші Мұхит Сапарбаевқа бұйырды. Мерекелік ашылуда тағы Тамара Асар, Айнұр Асанберді, Құралай ханым сында әйгілі қыздар бой көрсетті. Ал жиналған оқырмандар мен қонақтардың санында шек болмады. Ал қымбатты алматылықтар, сіздерге Астанадан жалынды сәлем. Жанар, бүгінгі мына ашылып жатқан керемет дүкенің құтты болсын. Керегін осы жерден таба берсін, жақсылық көп болсын. Амин, айтқаныңыз келсін. Келгеніңізге өте қуаныштымын. Сіздің мүлдем уақытыңыз жоқ. Отандық дизайнер Айда Қауменова ашылу салтанаты жоғары деңгейде өтіп жатқандығын айтып өтті. Қыздарға арналған заттар ол деген бізге сондай бір керек товар деп ойлаймын. Соған қарап жақсы болды ашылған осындай бутигі. Өйткені Турциянікі, Қытайдікін алып жүрмей өзіміздікімізді алсақ, сол дұрыс деп ойлаймын. Керемет. Айда Қауменова осы Қазақстанның белгілі номерологы Айнұр Асанберді Жанармен бизнесті бірге бастағандарын айтып бөлісті. Жанар ханымды Хан қызының негізін қалаушысы ретінде біз танимыз. Жанар ханымды сіз тағы да қай сырынан кім деп таныйсыз, кім деп білесіз? Жанар енді бізде жеті қырлы бір сырлы қыз ғой. Қыры өте көп, мықты кәсіпкер. Жанар Хан қызы брендінің негізін қалаушы. Сондай-ақ бұл дүкенді бұл кісі кәдімгідей адамдарға ұсыну барысында, өзінің брендін қалыптастыру барысында түрлі ерекшеліктерді қолға алған жан, яғни франшиза бойынша жұмыс істейді, франшиза сатушы. Сондай-ақ ол кісі психолог, коуч, таза мотиватор, бизнес-коуч. Қазір бізге бизнес-коучтар өте керек, өйткені нағыз бизнесте практикада жүрген адамдар өз ойымен ғана бөлісе алады деп ойлаймын, ал практикасы жоқ адамдарға енді қиындау шығар деп өзім ойлаймын. Сондықтан Жанарды мен әрі психолог ретінде де, коуч ретінде де білем, сондай-ақ франшиза сатушы ретінде де білем, сондай-ақ осындай брендті өмірге алып келуші мықты бизнес-умен ретінде білем. Хан қызы дүкенінің ашылуына арнайы самаурындарын алып келген Тамара Асар кеш қонақтарына тәтті шай құйып, үлкен кісілердің батасын алды. Ал дизайнер Матүлба ханым көйлектерін көрсетіп кешті қыздырды. Жаңа Хан қызы ашылу салтанатын соңғы керемет сый-сыйпаттарымен жалғасты. Кез келген адамға өзі келеді ақпарат. Ол үшін ақпарат адамға келу үшін, оны сезіну үшін адам әр уақытта таза жүру керек. Тазалықты қалау керек. Таңертең тұрғанда бүгін не істеймін, кешке бүгін не бітірдім деп өзіне күнде есеп беріп, күнде жаратушыменен бір байланыста болған кезде адамға идея, жаңа ақпараттар, жаңа инсайттар келеді. Соны қабылдау арқылы
өздерін табады. Керемет. Жанар ханым, мына сіздің хан қызы брендіңіз әлемдік деңгейге шығып, нарықта үлкен белестерді бағындырсын деп тілейміз. Құрметті достар, хан қызының брендінің өнімін қолданайық, мақтан тұтайық, бірге тамашалайық. Сізбен бірге болған Музон арнасынан мен Алмагүл Досқали. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет. Келіңіздер. Хан қызы дүкенінің жаңа мекен жайы Желтоқсан көшесі 171 Абай көшесінің қиылысы. Жуырда отбасыңызда жақсылық болса, сіз іздеген дүниені Хан қызы дүкенінің міндетті түрде табасыз.